Әр халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы, алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Келін түсіру, қыз ұзату дәстүрімен байланысты ұрын бару, ит ырылдатар, бауыздау құдалық, бет ашар, сыңсу, боғжама, отқа май құю тәрізді ғұрыптар бар. Солардың ішінде ұрын бару дәстүрдің өзі де, сөзі де қазіргі таңда қолданыста емес. Жігіттің қалыңдығымен алғаш кездесуін ұрын бару деп атаған. Соған ұйымдастырылған той думанды ұрын той деп атаған. Тойдың мақсаты жігіт пен қыздың бір-бірімен еркін сөйлесіп, махаббат жайлы сыр шертісуіне берілетін мүмкіндік. Жаңа ортаға келген қыздың басына түсетін ғұрып пен тәртіпті ұрын барғанда күйеу жігіттің басынан кешіруі керек екен. Бұл дәстүрде келген құда-құдағилардың жауапкершіліктерін де арттыратын тәлім мен тәрбие деп түсінген жөн.